Баршаңызға қайырлы күн. 6 айға толған балаларға арналған іш қатудың алдын алатын өте пайдалы езбе дайындайтын боламыз. Бала 6 айға толғаннан кейін қосымша тамақпен танысады. Бала қосымша тамақпен танысқаннан кейін балада іш қату пайда болуы мүмкін. Іш қатудың алдын алу үшін балаға қара өріктен езбе дайындап берсек, іш қатудың алдын алады. Ол үшін біз қара өрігімізді қайнаған суға жақсылап жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін ыдысымызға салып, қара өріктің үстіне 200 мл су құйып, ақырын отта 15 минуттай қайнататын боламыз. Біздің қара өрігіміз қайнағаннан кейін қара өріктің шырыны пайда болады. Шырынын 12 айдан асқан балаларға, яғни 1 жастан асқан балаларға беру ұсынылады. Себебі қара өріктің шырыны тәтті болғандықтан жасы кіші балаларға аллергия беруі мүмкін. Сол үшін 1 жастан асқан балаларға ғана рұқсат етіледі. Бұл іш қатудың алдын алады. Егер дәмі қатты тәтті болып кетсе, су араластырып берсеңіздер болады. Қара өрігіміздің астына кішкене су қалдырып, блендердің көмегімен бір текті етіп езбе жасайтын боламыз. Біздің езбеміз дайын болды. Балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Бұл езбе іш қатуға көмектеседі. Себебі құрамында талшықтар, жасұнықтар өте көп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қара өрікті қайнатпас бұрын сүйегін алып тастаңыздар. Балаға қауіпті болып саналады.